Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін біз осы видеода осындай аксессуардың бір түрін тоқитын боламыз. Бұл бантик и загулкада осындай тоқылу жолы өте оңай және әрі тез тоқылады. Егер сіздерге осындай бантик тоқу ұнайтын болса, видеоны соңына дейін қараймыз. Ендеше бантигімізді тоқуды бастайық. Бізге бантигімізді тоқу үшін осындай хлопок жібі қажет болады. Желательно сәл тонкий болған жақсы. Осындай менде бұл жерде 50 граммда 190 метрлік жіп хлопок. Менде осындай остатка қалған, содан тоқитын боламын. И менде осындай крючок, осы ең удобный крючок, мен осымен тоқимын. И номері осындай 3 деп жазып қойыпты. Қайшы. И және бізге осындай темір заколка керек болады. И мынау өзінің этикеткасы заколканың. Ең алдымен 25 петля теріп алатын боламыз. Итак, кеттік па? Мына 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 петля теріп аламыз, воздушный петля, и крючокқа накид, и санаймыз 1 2 3 4 5 петляға 4 столбик бір накидпен, с одним накидом 4 столбик тоқимыз. 2 3 3 и 4. Енді келесі крючокқа накид, енді келесін санаймыз. 1 2 3 4 5. Вот. 5 петляға столбик с одним накидом. 1 2 3 4 и 5. И тағы да осылай до конца әр 5 петляға бір столбик с одним накидом тоқитын боламыз. Вот, мен соңына дейін тоқыдым. Енді екінші қатарға өтеміз. Ол үшін 5 столбик тоқитын боламыз. 3 1 2 3 4 5. 5 воздушный петля и теріс қаратамыз. Теріс қаратып, осы арканың ішіне, міне, осы арканың ішіне крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібімізді тартып аламыз да, осы жерге столбик без накида тоқимыз. 1 столбик без накида. Вот. Келесі 1 2 3 4 5 воздушный петля. Келесі аркаға крючогымызды кіргіземіз и 1 столбик без накида. Келесі 1 2 3 4 5 и келесі аркаға тоже 1 столбик без накида. И осылай до конца 3 4 5 и келесі аркаға 1 столбик без накида. 1 2 3 4 5 и келесі осы алдыңғы недегі вот цепочка барға көтерген 5. И осы жерге 1 столбик без накида тоқимыз. Енді келесі 5 воздушный петля көтереміз. 5. Мына 1 2 3 4 5. 5 воздушный петля көтердік. И бұйымымызды оң жағына қаратамыз да. Енді осы аркада, мысалы 5 воздушный петлядан тоқылған арка, осы жерге осындай веер тоқимыз. Яғни алғашындағыдай осылай. Ол үшін 1 2 3 петляны табамыз. Осы жерге крючокқа накид и осы 3 петляға крючогымызды кіргіземіз. 3 петляға, аркадағы 3 петляда кіргізіп, осы жерге 5 столбик с одним накидом тоқимыз. Біріншісі кетті. Екіншісі кетті. Үш, 4 и 5. Енді крючокқа накид, келесі аркаға өтеміз. Тоже 1 2 3. Үшінші воздушный петляға крючогымызды кіргіземіз де, осы жерге 5 столбик с одним накидом тоқимыз.
Так, бесеуін тоқыдым. И осылай до конца, мына жерге дейін, аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Итак, мен мына до конца тоқыдым. Енді тағы да 5 воздушный петля көтереміз. 4, 5. И тура осыны қайталаймыз. Яғни арканың астына бір столбик с одним накидом, без накида. Бір столбик без накида. И тағы да 5 воздушный петля көтереміз. Бесеу. И келесі аркаға бір столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И келесі аркаға столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі аркаға столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И келесі аркаға столбик без накида. Осылай тоқимыз да. И тағы да 5 воздушный петля көтереміз. 4, 5. И тура алдындағыдай осы санап 1, 2, 3, үшінші воздушный петляға 5 столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Яғни бізде осы узор осылай қайталана береді. 1, 2, 3, 4 и 5. Мына осылай до конца қайталаймыз. Яғни осы қатарлар бізде қайталанады. Биіктікке тоқимыз. Осылай биіктікке тоқитын боламыз. Міне мен тоқып болдым уже. Яғни менде 18 қатар. Осындай 18, 1, 2, 3, 4 деп осындай 18 қатар тоқитын боламыз биіктікке. И кейін біз мына қарап тұрсаңыздар, мына жақта бізде мынандай арка сияқтылар бар, я? А мына жақта жоқ. Соны жасау үшін так, осы кетті. 5 воздушный петля көтереміз. 3, 4, 5. 5 воздушный петля көтеріп, осы жердегі мына веердан келген петляны көріп тұрсыздар ғой, я? И осы петляның астына және жандағы петляға, екі двойной петляға кіргіземіз де крючогымызды и жібімізді соединительный петляға қосамыз. И дальше 1, 2, 3, 4, 5. И келесі қатардың астына түсіп, мына біреу және жандағы екінші петляға мына. И осы жерден жұмыс жібімізді шығарып аламыз да. И соединительная петля. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И келесі қатарға түсіп, жандағы екі петляны алып, кіргіземіз де, крючокты жұмыс жібімізді шығарып, и осындай соединительный петля жасаймыз. Қарасаңыздар, екі жақта да бірдей болады. Мына жақта да арка бар, и мына жақта да арка бар. Осылай біз до конца тоқып шығарамыз. Вот мен до конца цепочкалармен қосып шықтым. Енді осы жерде мына бір соңғысы қалды. 2, 3, 4, 5. И мына жерге соңғы петляға қосылатын боламын мен қазір. Так, вот она. Осы жерге соединительная петля. Ой, шығып кетті. Так. Енді біз екеуін бірге қосамыз. Яғни осы полотноны екіге бүктеп, екеуін бірге крючокпен тігетін боламыз. Осы жердегі ең бірінші петляны табамыз. И осы жақтан осы жақта бірінші петляны табамыз да, и осы жақтан крючоктағы петлямызды шығарамыз. И дальше осылай аккуратно шетін алып, осылай тігіп шығамыз. Соединительный петлялармен тігіп шығамыз. Так, осы келесі петляға кіргіземіз крючогымызды. Арт жақтағы келесі петляға осылай аккуратно до конца тігіп шығатын боламыз. Мен тігіп болдым, енді жібімізді қырқып тастаймыз. И осылай жібімізді шығарып, оң жақ бетіне осылай ауыстырамыз. Бантиктің өзі дайын. Осылай. Қараңыздар, осылай тұрады. И енді хвостигін тоқитын боламыз.
хвостикті да дәл осы узормен тоқитын боламыз қазір. Оны қалай тоқитынын қазір көрсететін боламыз сіздерге. Ол үшін біз 20 воздушный петля көтереміз. Біз мына жерде 25 петля көтергенбіз воздушный. Бізге сәл осындай жіңішкелеу болу үшін 20 воздушный петля көтереміз. Яғни бізде осындай 1, 2, 3, 4 веер болады. Мына жерде 5 болса, бантиктің аяқ жағында 4 веерден тұратын болады. Ол үшін біз 20 воздушный петля көтеретін боламыз. 20 воздушный петля көтердік. Енді біз 5-ші петляға 5 столбик 1 накидпен тоқимыз. Санаймыз 1, 2, 3, 4, 5. Вот меха. Так, 1, 2, 3, 4, 5. На жерге 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді тағы да 5 петля санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. И 5-ші петляға тағы да 5 столбик 1 накидпен. 1, 2, 3, 4, 5. И тағы да 1, 2, 3, 4, 5-ші петляға тағы да 5 столбик 1 накидпен. 2, 3, 4, 5. И бізде тағы да мияқта 5 столбик қалды. 1, 2, 3, 4, 5-шіге тоже 5 столбик 1 накидпен. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей. Бірінші қатарымыз дайын. Енді 5 столбик 5 воздушный петля көтереміз. 3, 4, 5. Келесі бетке өтеміз. И мына жердегі аркаға 1 столбик тоқимыз без накида. Тағы да 5 воздушный петля и келесі аркаға 1 столбик без накида. Осылай қайталанады тура бантиктегі узор. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Келесі аркаға столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И соңғы аркаға столбик без накида. Тағы да 5 воздушный петля көтереміз. 4, 5. Енді осы аркаға, то есть воздушный петля тоқыдық қой, соның 3-ші петлясына 5 столбик 1 накидпен тоқимыз. Яғни санаймыз 1, 2, 3. Мұны 3-ші петля, мұны накид 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4,
5. Мына енді тура негізі осы жердегі бантиктегі узорда қалай тоқыдық, и осы жерде де тура осы узор қайталанады, и керекті ұзындықта тоқитын боламыз. 7 немесе 8 қатар тоқимыз, и одан кейін ары қарай қалай тоқитынды көрсететін боламыз сіздерге. Мен 7 қатар тоқыдым. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді тағы да 5 воздушный петля көтереміз. И келесі аркаға столбик без накида тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. И келесі аркаға столбик без накида тоқимыз. И тағы да 1 рет, 2, 3, 4, 5. И келесі аркаға столбик без накида тоқып, и кері қайтатын боламыз. Яғни бізде енді 4 емес 3 веер болады. Ол үшін 5 воздушный петля көтереміз. 2, 3, 4, 5. И осы цепочкадағы 3-ші петляны табамыз. Ол мына жерде. Осы жерге 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына енді келесі 1, 2, 3. Мына 1, 2, 3. И 3-ші воздушный петляға тағы да 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 2, 3, 4 и 5-ші. И келесіге де тура солай. Так, мына 1, 2, 3, 3-ші. Так, опа, 3-ші. 1, 2 и 3. Тағы да 5 воздушный петля аламыз. 5 воздушный петля. И мына жерге столбик без накида. Тағы да 5 воздушная петля. И келесіге аркаға 1 столбик без накида. Енді кері қарай, жоқ, енді 5 воздушный петля тағы да. Тағы 5 воздушный петля. 2, 3, 4, 5. Енді кері қарай қайтамыз. Осы 5 воздушный петляның 3-шісін табамыз. 1, 2, 3 мына. Осы жерге тағы да 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. И келесі аркаға тоже 5 столбик 1 накидпен. Так, 3-шісін табамыз қазір. Накид крючокқа 1, 2, мына 3-ші. И 3-ші петляға 5 столбик. 2, 3, 4 и 5. Енді тағы да 5 воздушная петля. 3, 4, 5. И мына жердегі аркаға столбик без накида и 5 воздушная петля. 4, 5. И осы жерге 3-ші петляға 5 столбик 1 накидпен. 1. Так. 2. 3. 4. 5. Мына. Бізде бантигіміздің бір жақ несі дайын.
осылай болып тұрады. Енді бізге 5 воздушный петля көтеру керек. 4, 5. И осы шетін біз осы 5 воздушный петлямен тоқып шығамыз, яғни соединительный петлялармен. Ол үшін мынау веерообразный узордың мына жердегі соңғы петлясымен и боковой петлясының екеуін бірге алып, осы жерге соединительный петля істейміз. И келесі 5 воздушный петля, и келесі тоже соңғы жағынан және боковой жағынан петлямызды шығарамыз. Мұны тағы бір рет көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5. И осы жердегі мұны ең шетіндегі петляға және жанындағы петляға крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарамыз да, осындай соединительный петля жасап шығарамыз. Осылай аяғына дейін, мына жерге дейін. Ең соңына жақындадым и тағы бір воздушный петля, естеріңізде болса, осы ең басында бірінші қатардағы осы бірінші петляға келіп соединительный петля қыламыз. Соединительный петля жасаймыз. Так. Опа. Енді біз бантигіміздің екінші жақтағы деталін тоқуымыз керек. Ол үшін 5 воздушный петля көтереміз. 4, 5. И осы жердегі веердің астына мына жерге біріншісіне 4 столбик с одним накидом тоқимын. 1, 2, так, 3, 4. Келесі веердің астына 5 столбик бір накидпен. 1, 2, 3, 4 және 5. Яғни біз мына детальді зеркально тоқуымыз керек, яғни қарама-қарсы болу керек бір-біріне. И келесі астына, узордың астына 5 столбик тоқимыз с одним накидом. 4, 5. И келесі соңғы столбикке тоже 5 столбик с одним накидом тоқимыз. 3, 4 и 5. Потом 5 воздушная петля. 1, 2, 3, 4. И тағы бір 5 воздушная петля. Кері қаратамыз. И каждый и бірінші аркаға столбик без накида. Тағы 5 воздушная петля. И келесі аркаға столбик без накида. Келесі аркаға тура солай. Опа. И тағы да 5 воздушная петля. 5. И осы жердегі ең шетіндегі столбикке столбик без накида тоқимыз. Енді 5 воздушная петля. 1, 2, 3, 4. 5 воздушная петля оң жаққа қаратамыз да, и сол узорымызды қайтадан қайталаймыз. Яғни бірінші, екінші, үшінші петлямызға 5 столбик с накидом тоқимыз. И осылай кері қарай тағы да 7 қатар тоқуымыз керек. Яғни бізде мына жаққа қарай 7 қатар болған, и төбеге қарай тоже 7 қатар. Яғни мына осы жерден басталады. Мына бірінші қатар тоқылды, енді екінші қатарға өттік. Яғни мына өзі орны білініп тұр. Бірінші қатар бір-біріне қарама-қарсы тұр. Яғни 7 қатар биіктікке тоқып шығамыз. И осындай 3 және 2 бір веерден тоқылатындай осындай жасаймыз. И біздің бантигіміздің астыңғы деталі дайын болады. И осы детальді тоқып болғаннан кейін мен ары қарай қалай бантикті біріктіріп дайын болғанға дейінгі процесті көрсететін боламын сіздерге. Мінекей бізде бантиктің детальдары дайын. Мен бұны әдемелеп, үтіктеп, артық жіптерін жасырып, бәрін кесіп тастадым. Мынау бантиктің основной деталі және мынау аяқ жағы. Енді біз бұларды жинақтайтын боламыз. Бізге осындай темір заколка қажет болады және ыстық клей. Енді біз ең алдымен бантикімізді клейлемес бұрын жинақтайтын боламыз. Ол үшін крючогымызға бір 5 воздушный петля, 5-6 воздушный петля көтереміз. Қазір осы ұзындығына қарап көтеретін боламыз. Так. 1, 2, 3, 4, 5. И тағы біреу 6 воздушный петля көтеретін боламыз. И тағы да бір воздушный петля, одан кейін барып келесі
бір воздушный петлядан кейін екінші петляға столбик без накида тоқитын боламыз. Так, қазір алып тұрайын біраз. Келесі петляға столбик без накида. Осылай аяғына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Енді тағы да бір воздушный петля көтереміз. Теріс жақ бетіне өтеміз. Және артыңғы, мұны бізде мысалы екі стенка, бұның алдыңғы стенкасына теспейміз, арт жақтағы стенкасына крючогымызды кіргізіп, жұмысшымызды шығарамыз, столбик без накида тоқитын боламыз. И осылай соңына дейін, яғни бізде 6 воздушный петля көтергенбіз, 6 столбик без накида тоқитын боламыз. 4 5 6. Тағы да бір воздушный петля. И келесі жағына өткіземіз. Тағы да арт жақтағы стенкадан бастап тоқитын боламыз. 1 2 3 4 5 және 6-шы. Осылай ары-бері тоқитын боламыз. 16 қатар тоқыдым. Ал сантиметровым лентамен өлшейміз. Так. Мына. Почти 6 сантиметр. Негізі былай өлшеп тоқуға болады. Өлшеп тоқыған кезде бантигімізді қатты қысып орап тұру керек болады. Мұны осылай орап, и осы арт жағынан сәл жетіп тұрса болды. И біз оны крючокпен бірге қосып шығамыз. Қазір жетіп тұр менікі. И мына жағын кейін дұрыстаймыз. Осылай жетіп тұрса болды. Енді қазір осыны қосатын боламыз. Так, енді дұрыстап алайын қазір. Міне бізде осылай тұрады деталь. Яғни екі шеті, мына екі шеті осылай тұрады. Екі ұзын жағы ар жақта, қысқа жағы бер жақта. И основной бантигімізді аламыз. И мынаны былай ортасына, өзі білініп тұр ортасы, мына қарама қарсы болып тұр. Мына қараңыздаршы. Мұны тура осы ортасына қойып бірге жинаймыз. Бантигімізді осылай жинаймыз. Так, мынау шығып кетіпті қазір, 1 минут. Так. И осылай бірге крючокпен қосамыз қазір. Мынау бас жағы. Қойып алайын. Мына сіздерге көрініп, мына осылай тұрады. Сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Яғни бізде мына жерде бірінші петля, соған крючогымызды кіргіземіз. Так, 1 минут. Бірінші петля и жұмыс жібімізді ұстаймыз. Жұмыс жібімізді ұстап, бірінші петлядан өткіземіз. Енді келесі петляға кіргіземіз крючогымызды. И ар жақтағы келесі петля. И осылай соединительный петлялармен до конца қосып шығамыз. Яғни бізде 6 петля, сол 6 петляны осылай қосып шығатын боламыз. Келесіге кіргіземіз. Мынау 3-ші. Келесі 4-ші петля. Келесі бізде мына жерде мына. Так, мына 5-ші петля. Соединить етеміз и соңғы 5-ші петляға іліп крючогымызды кіргіземіз и тоже соединительная петля. Так, 5-ші петля мына и осыны алып соединительная петля шығарамыз. Так, жұмып кетті.
Так. 5-ші петля и крючогымызды жібімізді шығарып, так, осылай қырқып алып тастаймыз, сәл ұзындау қылып. Кейін жасырып қоюға бізге удобно болу үшін. Мінекей біздің бантигіміз енді дайын. Мына аяқ жағы и мына бантиктің өзі. Енді бізге ыстық клей қажет болады. Ыстық жіптерімізді, артық жіптерімізді жасырып қоямыз мұның бәрін инеменен. Сосын барып темір заколкамызды қойып, ыстық клейдің көмегімен осы бантигімізді осылай жабыстырып қоямыз. И сосын біздің бантигіміз дайын, қолдануға болады. Сіздерге мастер-класс ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.